Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, оқушылар, сіздерге ұсынған сайттарға тіркелу барысында көптеген қиындықтар келіп жатыр. Соның ішінде ең басты қиындық электронды пошта мәселесі, яғни бұған түсінбей жатқандар көп. Электронды пошта деген не деп сұрақ қойып жатқандар бар. Білім ландқа кірген кезде де осы электронды поштаны сұрап тұр бізге. Осы электронды поштаны қалай ашу керек, қандай электронды пошта тиімді деген мәселе бойынша қазір сөз қозғайтын боламыз. Біздің сөзімізге назар салып тыңдаңыздар. Мінекей Дарын онлайнда да бізге электронды пошта сұрап тұр. Бізге қандай электронды пошта керек осындай кезде, қандай электронды поштаны тіркеген тиімді, сол туралы мен сіздерге бірер кеңес берем. Бізге ең танымал электронды пошта ретінде ресейлік Mail.ru-ды айтсақ болады. Ресейлік Mail.ru өте тиімді пошталардың бірі ретінде айтылады, бірақ бізге қазіргі жағдайда бұл ресейлік электронды поштаны қолданбаған абзал. Өйткені біз сіздерге ұсынып жатқан өнімдердің барлығы Google компаниясына тиесілі. Google компаниясының электронды поштасы gmail.com халықаралық пошта. Осы халықаралық поштаға тіркеліп алғанымыз абзалырақ. Мен сіздерге қазір осы халықаралық поштаға қалай тіркелу керектігі жөнінде қысқаша бейне сабақ көрсететін болам. Сол бейне сабақпен бірге қарай отырып, сіз осы gmail.com-ға тіркеліп аласыздар. Видеоның астына төте сілтеме қалдыратын болам. Сіздер келесі пәрмендерді орындау арқылы аталған поштаға тіркеліп аласыздар. Бұл жерде имя, фамилия деп тұр. Имя деген жерге мен Серік деп жазайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Фамилия деген жерге өзімнің тегімді жазам. Айдаров дейін, Серік Айдаров деп жазып қояйын. Ал төменгі жағына өзімізге ыңғайлы поштаның мекен-жайын жазамыз. Серік Айдаров. Серік 1995 десем де болады. 1996 деп өзіме ыңғайлы есте қалатындай қылып жазамыз. Негізінде Серік Айдаров gmail.com деп ашқан өзіміз үшін тиімді. Бұл жерге парольді жазамыз. Астыңғы жағына қарай тағы да паролімізді қайталаймыз. Еске сала кетейін. Кейбір Play Market желісі бар қолданушылар, яғни Android смартфон пайдаланушыларда бұл Gmail пошта бар. Егер естеріңізде логин парольдеріңіз есте болса, сол арқылы кіре берсеңіздер болады. Есте болмаса, осыны орындаңыздар. Бізге қателік шықты. Серік Айдаров gmail.com деген аккаунт тіркелген екен. Сондықтан біз басқа аккаунт тіркейміз қазір. Серік.Айдаров дейін. Тағы да бұл аккаунт тіркелген. Енді gmail.com, яғни Google компаниясының кез келген бір аккаунт таңдай салдым мен. Бұл жерге номеріңізді жазасыздар. Төменгі жағына қарай сұрап тұрған келесі мәтіндер жазамыз. Туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды және жынысыңызды таңдайсыздар. Енді далее деген батырманы басамыз. Кеттік. Бұл жерде Google компаниясының өзінің ішкі тәртіп ережелері. Бұған келсеңіз, сіз келсем деген түймешені басасыз. Бұны басқаннан кейін міндетті түрде сіз Gmail поштаңыз ашылады. Осы Gmail поштаңыз ашылғаннан кейін осы поштаны кез келген жерге тіркей берсеңіздер де болады. Және пароліңіз бен логиніңіз естен шығып кетпеу үшін белгілі бір қағазға түртіп алып қойыңыздар. Қазір бетше келесідегідей болып ашылады. Қазір загрузка жүріп жатыр. Телефонмен тіркелетін қолданушыларды дәл осы пәрмендерді орындау арқылы тіркеле береді. Екеуінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ, құрметті достар. Түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, видеоның астына қойып кетсеңіздер болады. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.